Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сендердің сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыз ерекше сабақ болайын деп тұр. Өйткені біз жаңағы дүңгіршектен зат сатып алатын боламыз, иә? Ол үшін барлығыңды бері қарай шақырамын. Бірінші нақыл келе қойыңдар. Бері қарай шақырамын. Осы жерде зат сатып алу үшін не керек балалар? Не болу керексіңдер? Иә, ақша болу керек. Ақшаларың бар ма? Олай болса, бүгін ақшаның орнына ерекшелігі сонда, иә, жылы лебіз бүгінгі сабағымызға тілек айту арқылы бір затты сатып ала аламыз. Ал кім бастайды? Алан бастай ғой. Мен бүгінгі сабаққа барлық жақсылықты тілеймін, бәрі сәтті болсын. Тек жақсылық болсын. Жақсы, мынау сенің сауда чегің. Өзіңмен болсын, иә? Бүгінгі сабағымыз баршаңызға жаңа білім жағында әсер және сәттілік әкелсін. Жақсы, рахмет. Сауда чектеріңді ұмытпаңдар. Алыңдар. Бір-бірімізге қолдау көрсетіп, сабақты нәтижелі әрі қызықты өткізейік. Аумин. Жақсы, рахмет. Келесі. Бүгінгі сабақта тек әсер пайда мен білім алдық. Бүгінгі сабағымызда пайдалы, қызықты, әсер болсын. Жақсы. Рахмет, Расул. Бүгінгі сабағымыз қызықты және нәтижелі өтсін. Жақсы. Затыңды алайық. Келе қойыңдар, екінші топ. Енді қазір топқа бөлінеміз қайтадан. Қараңдар өз заттарында сіздердің белгі бар. Айталайық. Осы сабақта сәттілік пен көңіл-күй серік болсын. Жақсы. Сауда чегін затыңды алайық. Осы сабаққа бәрі сәттілік пен болсын. Жақсы. Сәттілік беріп затыңды алайық. Қандай зат бар? Бүгінгі күн бірімізді шындайтын сәтті күн болсын. Жақсы, рахмет. Затыңды алайық. Жақсы. Келесі. Бүгін бәріміз белсенді болып, жаңа биіктерді бағындырайық. Аумин. Өте жақсы. Мынау сауда чегіңіз. Келе ғой, Еркежан. Бүгінгі сабақ нәтижелі өтсін. Жақсы, рахмет. Затыңды. Жақсы, енді балалар, біз бүгінгі сабағымызда өздерің қарағандай зат сатып алдыңдар. Енді әркім өзінің затына қараңдаршы. Қандай әріптерді көріп тұрсыңдар? С, П, иә? С деген әріпі бар балалар сатушы тобына келеміз. Т деген әріпі бар балалар тұтынушы тобына отырамайды. Келе қойыңдар. Тез ауысып жіберейік. Ал енді бөлініп алсақ топқа дүңгіршегіміздің атауына мән берейікші. Не деп тұр? Сауда мәдениеті және тұтынушы құқығы. Сауда мәдениеті және тұтынушы құқығы. Олай болса біздің сабағымыздың бұл несі болып келеді? Тақырыбы болып келеді екен. Яғни біздің сабағымыздың тақырыбы сауда мәдениеті және тұтынушы құқығы. Жақсы балалар, дәптерлеріңді аша қойыңдар, бүгінгі күнді жазып. Тақтаға жазып алдық, тақтада бүгінгі күнді барлықтарына көріп тұр ме тақта? Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын, оның бізге қандай мақсаты бар екен? Бүгінгі сабақта бізде алдымызға қоятын мақсатпен танысып алайық, иә? Олай болса бері қараңдар. Мына жерде біз сендермен бүгінгі сабағымызда ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп, монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыға әсер етуіміз керек екен. Және сонымен қатар сөйлеудің жасалу жолы мен сөйлемдегі қызметін білу, мәтін құрауда орынды қолдану. Осы біздің бүгінгі сабаққа қойылған мақсат. Яғни сендер жазба жұмыстарда өздерің өтіп кеткен үстеу түрлерін қолданатын боласыңдар, иә? Және де сабақ бойы, сабақ барысында монолог құрастырасыңдар, сұхбаттасасыңдар, және де халыққа өздерінің тыңдаушыларына әсер ететін боласыңдар, иә? Сонымен қатар бізде жаңағы өздерің білетін рухани құндылықтар бар. Біз тек қана білім нәрімен сусындамаймыз, сонымен қатар өзіміздің рухани құндылықтарымызды да дамытатын боламыз, иә? Енді өздерің білетіндей, қаңтар айының рухани құндылық тақырыбы заң және тәртіп екен. Ал біздің атта дәйек сөзі тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Енді өздерің қараңдаршы балалар, адалдық болу үшін, тәртіп болу үшін адам бойында
жақсы қасиеттер болу керек екен. Мысалға, сендер бүгінгі сабақтағы алған білімдеріңді нақты өмірде, практикада қолданып, өмір жолдарындағы кездескен қиындықтарды шешетін боласыңдар, иә? Адалдық, яғни біздің бүгінгі тақырыбымызға байланысты сендер адал сауда жасай білу керексіңдер. Сатушы ретінде болатын болсаңдар өмірде, онда адал сатушы, тұтынушы ретінде болатын болсаңдар, онда адал тұтынушы болу керек. Одан кейін жауапкершілік. Біздің әрқайсымыздың өмірде жауапкершілігіміз бар. Үйде болмасын, мектепте болмасын, көпшілік ортасында болмасын, жауапкершілік болу керек, және заңға құрмет. Егер біздің мемлекетімізде белгілі бір заңдар берілген болса, оны құрметтеп және оған не істеуіміз керек? Бағыну керекпіз, иә? Сонымен қатар адамзаттық ұстаным қоғам игілігіне үлес қосу. Сендер болашақ болғандықтан, сендер өз болашақтарына, өз мемлекетімізге не қосу керексіңдер? Өз үлестеріңді қосу керек екенсіңдер, иә? Жақсы балалар, енді қазір біз сендермен алдыңғы білімді қайталап аламыз, иә? Телефондарымызды ашып, жаңағы WordPol арқылы үй тапсырмасын орындаймыз. Бұл жерде міне жібек жолынан бастаған болатынбыз, иә? Сауда тарихы, жібек жолы қашан дамыды, содан бастайсыңдар. Дұрыс жауапты белгілейміз, одан кейін мен сендердің жауаптарыңды көретін боламын. Екінші сұрақ, ұлы жібек жолы арқылы ең көп тасымалданған негізгі тауарды көрсетіңіз. Жібек матаны. Иә. Келесі, екі жақты келісімді сауда дегеніміз не дейді? Өзара келісімге негізделген сауда екен, иә? Жақсы. Келесі, балалар, бізде екі жақты сауда келісімнің басты мақсаты қандай? Сауда және тауар айналымы арттыру. Жақсы, солай жауап беріп жатсыңдар, иә? Келесі сұрақты оқып жіберіңдер. Екі жақты келісімдеріне тең ерекшелікті көрсетіңіз. Тең ерекшелік не? келісім шарттары екі тараптың мүддесіне сай анықталады. Келесі сұрағымыз Дүние қалай етсең табылады әңгімесі оқырманды неге үйретеді? Адал еңбек етуге. Адал еңбек етуге. Дұрыс айтасыңдар. Келесі Ыбырай Алтынсарин бұл шығармада қандай қасиетті дәріптейді? Еңбек болу. туынды істеу қандай жолмен жасалады? Қосымшалар. Дұрыс айтасыңдар, иә? Қосымшалар арқылы. Қосымшаға не жатушы еді балалар? Жұрнақ және жалғау. Өте жақсы. Алар біз сендермен жаңа сабаққа кіріспес бұрын алдын ала өздеріне орталарындағы оқушыларға тапсырмалар берілген болатын, иә? Сол тапсырмаларды қазір бейне материалды көріп алайық, одан кейін сабақты ары қарай жалғастыратын боламыз, иә? Азиза Дилназ. Сендерге қандай тапсырма берілген еді? Екі дүкенді салыстырып, қай дүкенде баға тиімдірек және ассортимент мол екенін зерттеу. Жақсы, отыра қойыңдар. Келесі бізде Іңкар мен Айданым. Бұл
Сендер қандай тапсырма беріледі сендерге? халықтың азық-түлікке қажетті өнімдері Айтып алыңдар, қандай тапсырма берілді сендерге? Бізге берілген тапсырма қай сауда орны халыққа тиімдірек екенін зерттеу, базар ма әлде жәрмеңке ме? Бұл мақсатта біз базар мен жәрмеңкеге барып, сүт өнімдерінің және еттің бағасын, сапасын салыстырып, сатып алушылардан сұхбат алдық. Жақсы, онда тамашалайық, иә? әртүрлі сауда орындары сатып алады. Оның ішінде ең кең таралғаны базар мен жәрмеңке. Бұл екі сауда орнының өздік ерекшеліктері бар. Біздің мақсатымыз базар мен жәрмеңкені салыстыра отырып, баға, сапа және қолжетімділігі жағынан қайсы тиімді екенін анықтау. Бірінші базарға барған екенсіңдер, иә? мини супермаркеттерге алуын түрлі сауда үйлеріне базарларға барады. Қалауымен қалтасына қарай сауда жасайды. Жақсы, өте жақсы. Екінші, Еркежан, айтайсың. Үлкен қалада облыс қоғамдық қорында күзгі қысқы мезгілдерде әр аптаның сенбі, жексенбі күндерде ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтіп жатыр. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келіп кәсіпкерлер шаруа қожалықтары ауыл шаруашылық өнімдерін саудалайды. Жәрмеңкеде бәрі бар: сүт өнімдері, жұмыртқа, тары талқан, балық, ет, тартылған ет. Бұл жерде әр отбасының тұтынуына керек нәрселер арзан бағамен саудаланады. Әсіресе ұлттық тағамға деген сұранысты қанағаттандыруға жәрмеңкенің орны ерекше. Осындай үлкен жерлерде сауда мәдениеті қалай сақталады? Сауда мәдениеті тұтынушы мен сатушы, яғни алушы адам мен кәсіпкерге ғана қатысты деп ойласаңыз қателесесіз. Сауда мәдениеті адамдар арасында алтын көпір іспетті. Сауда мәдениеті материалдық, рухани тұрғыдан тазалықты, құптылықты, адалдықты қажет етеді. Ол үшін сауда қызметкері де, тұтынушы да өз құқын толық әрі сауатты меңгеруі тиіс.
Жақсы, іңкә жалғастырып жүр соңғы бөлімді. Қазақстан Республикасы тұтынушы құқықтарын қорғау туралы заң талаптарын екі жақты біліп сақтауы керек. Кейбір дүкендерде тауар қайтарылмайды деген жазу іліп қояды. Ол заңсыз. Сол себепті әр адам өзінің міндеті мен құқығын білуі тиіс. Ол сауда жасаудағы талғам мен талап шарттарын әр кез естен шығармау керек. Сонда алашағы мен келешегі заңды болмақ. Жақсы. Енді балалар, біз жаңа мәтіннің алдында екі бейнематериалды тамашалаған болатынбыз, иә? Осы бейнематериал мәтіннің қай бөліктерімен сәйкес келді? Бірінші бейнематериал бізде Азиза мен Диназ дайындап келген болатын, иә? Ол бейнематериалдың бөлігі қай бөлікпен сәйкес болыпты? Бірінші бөлікпен не себепті? Өйткені онда сауда гипермаркеттері жайлы айтылған. Иә, супермаркет, гипермаркет және кіші маркеттерде адамдар несіне қарай барады дейді? Қалауы мен қалтасына, яғни ақшасына қарай қай жерден затты өнімді алуға болады, қай жерден арзанырақ алуға болады, осыған байланысты таңдайды екен, иә? Ал енді екінші Іңкәр мен Айғанымның жасап келген бейнематериалы қайсыған сәйкес келіп тұр? Екінші бөлікке, иә? Не себепті, не туралы айтылып жатыр? Жәрмеңкесі. Иә, жәрмеңке туралы айтылып жатыр екен. Қандай халыққа тиімділігі бар жәрмеңкенің? Барлығын ауылды мекендерден алып келеді, барлығы балғын және де өзінің бағасы тиімдірек болады. Жақсы, өте жақсы. Енді қараңдаршы, бізде бүгінгі мәтінмен жұмыста мәтіннен қажетті ақпаратты аламыз, иә? Алдық па қажетті ақпараттарды? Тұтынушы мен сатушы арасында қандай байланыс болу керек? Қандай тәртіп болу керек? Олар не нәрсеге міндетті? Не туралы айтылды осы туралы? Айтылды ма мәтінде? Иә. Сатушы мен сатып алушы бір-біріне құрметпен қарым-қатынас болу керек, ұқыпты болу керек сатып алушы. Және де ылғи әдепті сөйлесу керек. Жақсы, тағы кім қандай ой айтады? Алам, сен нені білдің? Саудагер және тұтынушы өз құқықтарын білу керек. Иә, жаңа бір сөз болды, иә? Тұтынушы әр кезде дұрыс деген. Ол қалай екен? Дұрыс емес. Иә, не істеу керек екен? Тұтынушы да өзінің құқығын білу керек, өзінің және міндеттерін білу керек. Иә, тек қана құқығы емес, міндеттерінде. Олай болса, қазір келесі бір бейнематериалға кезек берейік. Заң басты қорғайды. Қазақстан Республикасының тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңы әрбір азаматтың сатып алушы ретіндегі мүддесін қорғайды. Бұл заң бойынша сіздің негізгі құқықтарыңыз тауарды айырбастау немесе қайтару. Егер тауар сапалы болса, бірақ түсі, өлшемі немесе жиынтығы сәйкес келмесе, оны 14 күнтізбелік күн ішінде қайтаруға немесе айырбастауға құқығыңыз бар. Егер ол пайдаланылмаса және тауарлық түрі сақталса. Сапалы тауар алу. Сатушы сізге жарамдылық мерзімі өтпеген және зауыттық ақауы жоқ тауарды ұсынуға міндетті. Тауардың құрамы, өндірушісі, бағасы және пайдалану ережелері туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде жазылуы тиіс. Чек талап ету. Чек бұл сіздің сатып алу фактісін растайтын басты құжатыңыз. Сауда мәдениеті. Өзара құрмет негізі. Сауда мәдениеті бұл тек заңды сақтау емес. Сатушы мен сатып алушы арасындағы сыйластық пен кәсіби этика. Сатушының мәдениеті. Кәсібилік. Тауар туралы толық және шынайы мәлімет беру. Тұтынушыны алдамау. Әдептілік. Әрбір тұтынушыға жылы шырай танытып, сұрақтарына сабырмен жауап беру. Тазалық пен тәртіп. Сауда орнының эстетикалық түрі және тауарлардың жүйелі орналасуы. Тұтынушының мәдениеті. Сатушының еңбегін құрметтеу. Тауарды таңдау кезінде ұқыптылық таныту. Даулы жағдай туындаса, оны айқай-шусыз заң аясында шешуге тырысу. Сауда мәдениетін қалай көтеруге болады? Жоғары сауда мәдениеті қалыптасқан қоғамда сатып алушы әрқашан құқылы деген қағидамен қатар, сатушы өз ісінің маманы деген түсінік қатар жүреді. Заманауи сауда мәдениетіне цифрлық сауаттылық та жатады. Электронды чектерді пайдалану, онлайн тапсырыстарды дұрыс ресімдеу және әлеуметтік желілерде мәдениетті пікір қалдыру. Заңды білу өзіңізді қорғауға көмектеседі. Ал сауда мәдениетін сақтау қоғамдағы жағымды қарым-қатынасты нығайтады. Жақсы. Енді балалар жаңа бізде мәтінде не істеу керек болды, салыстыру керек болды, иә? Осы жерде жаңа қандай ақпарат алдыңдар мәтінде болмаған?
чек өзінің чегі болу керек. Иә, міндетті түрде чегіміз болу керек екен, иә, өйткені чек болмаса біз өзімізді сол жерден алған затымызды растай алмайды екенбіз. Жақсы, тағы да не айтылды? Сатушы зауыттық ақау жоқ тауарды ұсыну керек. Дұрыс. Нұрай, сен қалай ойлайсың? Не айтылды тағы да? Қандай ақпарат алынды? 14 күн туралы не айтты? 14 күннің ішінде тапсырмаса, қайтарып алуға болмайды. Иә, егер 14 күннен асып кетсе, біз онда затты тапсыра алмайды екенбіз, иә? Ал егер зат ұнамай жатса, иә? Тағы да не болып жатса дейді? түсі келмесе, Иә. өлшемі келмесе, онда 14 күн ішінде айырбастауға немесе ақшаны қайтарып алуға болады. Иә, ақшасын қайтарып алуға болады екен. Бүгінгі ақпараттар түсінікті болды ма? Біз қандай ақпараттарды алдық? Осы мәтін мен бейне материалдар арқылы қандай саудаға қатысты, қандай жаңа ақпараттарды алдық? Өзіміздің құқықтарымыз жайлы. Тағы да сауда мәдениетін сақтау. Сауда мәдениеті. иә. Ұлдар. Иә. Сабыр. Сауда мәдениетін сақтау. Кім сақтау керек сауда мәдениетін? Екеуді. Кім екеуі? Сатушы. Сатушы да тұтынушы, иә, толық айтамыз, иә, сатушы да тұтынушы да сауда мәдениетін сақтауы керек. Жақсы. Енді біз біршама бағанадан бері ақпараттар алды. Келесі бір күрделі тапсырмаларымызға өтпес бұрын сергіту сәтін орындап алайық, иә? Ақша табасың, көңілде табасың, зәбірмес қаласың. Сен гитарист, алмай ізіңнен күлімдей алмасың. Жақсы, көңіл күйіміз көтерілді ме? Келесі тапсырмамыз жи консультант деп айтылады екен, иә? Жи консультант тапсырмасын орындау үшін екі топтан бір оқушы келіп, мына жердегі жағдаятты алайық. Енді қараңдар, қай топқа қандай тапсырма түсті? Жағдаят, сатып алынған тағамның мерзімі өтіп кеткен. Иә, тапсырмасы Тапсырма тұтынушы және сатушының рөлін сомдап мәселені шешеді. Сауда мәдениетін ұстану керек. Мәселені шешу керек, сауда мәдениетін ұстану керек. Яғни сендер рөлді, ойынды көрсетесіңдер. Сендер пікір, Динас? Жағдаят, сатып алған аяқ киіміңіз 2 күннен кейін жыртылып қалды. Еркежан? Тапсырма. Смартфондағы чат GPT немесе Gemini көмегімен осы жағдайда менің құқығым қандай және қандай заңға сүйенемін деп сұрап, жауабын алынған ақпаратпен салыстырады. Иә, яғни сендер қазір өздерінің смартфондарыңды, телефондарыңды қолданып, не табу керексіңдер? Егер аяқ киімің алғаннан кейін 3 күннен жыртылып қалды, енді не істейміз? Осындайда қандай құқықтарың бар екен, соны анықтаңдар, иә? Ал сендер рөлдік ойын. Ал ақылдасуға 2 минут уақыт беріледі, балалар. Я 2 минуттан кейін шығамыз. Бағалау парақтарына осыған дейінгі тапсырмалардың бағасын қойып отыруды ұмытпаймыз. Дескрипторды оқимыз. Иә? Мына жерде дескрипторларында тұр, тақтада. Бірінші топ дайынсыңдар, иә? Сатушы тобы дайынбыз дейді, жақсы, жарайсыңдар, келе қойыңдар онда. Сізде чек бар ма? Иә, бар. Сізге ақша түрінде қайтару керек па, әлде ауыстыру керек па? Ақша түрінде болса жақсы. Біздің ағаттарымызды кешіріңіз, біз тартылмайық. Жақсы. Енді бала қараңдар, осы диалогта сатушы мен тұтынушы арасындағы не нәрсені көрдік? Мәдениеттілік, жақсы. Өз құқықтарын қорғау. Өз құқығын қорғау. Чекті талап ету. Чекті талап ету.
иә дұрыс. Міндетті түрде дүкенге барғаннан кейін чекті талап ету керек иә сатушы. Өйткені ол товар үшін ол жауапты ғой. Өйткені сатқан үшін иә. Жақсы. Товардың сапасыздығын мойындап сатушы не істеді? Кешірім сұрады. Жақсы, екінші топ. Ал сендер таптыңдар ма? Айта қойыңдар. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес сатып алған аяқ киімнің 2 күннен кейін жыртылып қалған жағдайда сенің заңды құқықтарың бар. Сатушыдан өтемақы, ауыстыру немесе жөндеу талап етуге құқылысың. Ауыстыруға немесе жөндеуді талап етуге құқылысың. Тағы қандай ақпараттар? Егер осы 14 күннің ішінде сен чекпен сол дүкенге барып, алған затыңды ауыстыруға болады, немесе қайтаруға болады. Жақсы. Өз құқығымызды қорғай аламыз екен. Ал егер де жаңағы сатушы қабылдамай жатса, жоқ ол аяқ киімді сіз өзіңіз жырттыңыз деп жатқан жағдай болса, не істейсіңдер? Дүкен басшысына жүгіне барамыз. Дүкен басшысына барамыз. Дүкен басшысы мойындамаса не істейміз? Сотқа барамыз. Яғни жаңағы айғай шу шығармай заң орындарына барынатын боламыз. Сол бойынша шешетін боламыз мәселені. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмамызға көшейін. Осы тапсырма бойынша да өздеріңнің балдарыңды белгілеп отырыңдар. Келесі тапсырма жеке жұмыс бұл балалар. Рақ әдісі бойынша, мына жерде қазір мен сендерге ұсынамын. Рақ әдісі бойынша рөл, білесіңдер өздерің. Аудитория кімге арналғандығы, және де формасы қалай жазу керек оны, және тақырыбымыз не туралы жазу керек. Енді сендерге қазір беріледі, оқулықтарындағы 3-ші тапсырманы аша қалыңдар. 3-ші жазылым тапсырмасы. Бұл жерде балалар сендерге былай деп тұр, мектепте кімсің, кітапханада кімсің, театрда кімсің, рөлдерді әрқайсымыз бөліп таңдап аламыз. Топ ішінде бөлеміз рөлдерімізді, бір-біріміздің сұхбат құрастырасыңдар. Қандай тапсырмалар тұр сендерде? Сұхбат құрау, мәтін құрау, хат жазу, монолог құрау, осының біреуін таңдап аламыз. Ал балалар, уақытымыз аяқталды. Жазып болсақ, қай топтан бастайық? Сатушы тобы бастаймыз, Кім бастайды? Мен бастаймын. Ал, Айнаны бастайды. Рөл оқушы, аудитория оқушылар, форма диалог, тақырып міндет пен құқық. Оқушы, мұғалім, біз мектепте әрқашан өз құқықтарымызды білуіміз керек пе? Әрине, оқушылар өз құқықтарын жақсылап біліп, оларды заңды түрде пайдалана білуі керек. Ал міндеттерімізді қалай орындауымыз қажет? Міндеттерді жауапкершілікпен және уақытында орындау өте маңызды. Егер бәрі міндетін дұрыс атқарса, құқықтар да тең дәрежеде сақтала ма? Дәл солай. Сонда әр адам еркін өмір сүріп, тыныш жүре алады. Түсінді мұғалім, мен енді міндеттерімді мұқият орындаймын. Жақсы, диалог құрадық, Келесі. Менікі рөл тұтынушы, аудитория оқушылар, форма әңгіме. Мен дүкенде тұтынушымын, және мен тұтынушы ретінде таңдау еркіндігі, ақшаны қайтару немесе ауыстыру құқығым бар. Және сапалы тауар мен қызмет алуға құқығым бар. Қысқаша жазды. Нұрай, сен аудитория оқушылар дедің. Тұтынушы оқушыларға не айтқысы келеді сонда? Аяқтаймыз, толықтырамыз ойыңды. Алан айта ғой. Менің рөлім бала, аудитория отбасын, хат, құрметті ата-анам, ата-апам, балалар, яғни отбасым. Мен ата-анам үшін балам, ата-апама немере, балаларыма ағам. Мен үйде өз міндеттерім мен құқықтарым бар. Міндеттеріме келетін болсам, мен ата-анама көмектесіп, жәрдемдесу керекпін. Ата-апама сіздердің жұмсағандарыңызды істеп жүру керекпін. Ал балаларыма қарап, қамқор болу керекпін. Ал құқықтарына келсем, жүріп тұрудан бастап, қамқорға бөлініп және өз еркін таңдауым болу керек. Жақсы, өз ата-аналарына хат жаздың, Хаттың соңында не дәлел айтуымыз керек, ұлдарың? Алла. Жақсы, келесі Сабыр. Көшеде жүргізуші, аудитория жүргізушілер мен басқа жол қауіпсіздігі қатысушылары. Форма монолог, тақырып
көшеде жүргізушімін. Мен көшеде жүргізушімін. Күн сайын жолдан өтеміз. Сондықтан жол ережесін сақтаймыз. Бағдаршамға қараймыз. Жаяу жүргізушілерге жолағымен жүремін. Жүргізушілерді абай болса деймін. Себебі жолда ең бастысы қауіпсіздік. Жақсы. Тақырыбың міндетің, иә, сенің жаяу жүргінші ретінде дұрыс айтып кеттің. Жаңағы қандай жолмен жүреміз біз жаяу жүргіншілер? Көшеде жүрген кезде кез келген жерден өте бере аламыз ба? Жоқ. Немесе бағдаршам тұрған жерден өтеміз, немесе жаяу жүргіншілер жолымен. Жақсы, Нұрасыл? Енді рөл оқушы, аудитория оқушылар, орман қонағы. Мен оқушымын. Менің білім алуға өз ойымды айтуға құқығым бар. Сонымен қатар менің міндеттерім де бар. Тәртіп сақтау, сабақты оқу, мұғалімдерді құрметтеу. Әр оқушы өз міндетін орындаса, оның құқықтары да сақталады. Өте жақсы, өте жақсы. Келесі үшінші топ, екінші топтан сұрағанда. Менің рөлім театр көрермені, форма сұхбат, хат. Құрметті театр көрермендері, мен сіздер сияқты театрға жиі келетін көрерменмін. Әр қойылымды үлкен ықыласпен мұқият тамашалағанды жақсы көремін. Біздің міндетіміз залға уақытында келу, спектакль кезінде сыпайы отыру, өзгелерге әдейі кедергі келтірмеу. Телефонды мүлде қолданбай, актерлерге назармен қарау қажет. Барлығымыз мәдениетті бірге сақтайық. Әр көрермен өзін дұрыс ұстаса, театрда атмосфера әрқашан жағымды болады. Құрметпен театр көрермені. Жақсы, өте жақсы. Дилназ? Көшедегі жүргінші, аудитория халық, форма әңгіме. Мен көшедегі жүргіншімін. Көшеде жүріп, адамдардың қалай жолдан өтетінін көремін. Кейбірі ережені сақтамайды, кейбірі сақтайды. Мен жаяу жүргінші ретінде қауіпсіз жүруге ұсқылымын. Әр адам өз міндетін орындаса, бәріне жақсы болады. Жақсы, өте жақсы. Келесі, Еркежан. Менің рөлім тұтынушы ақыл бала. Форма ертегі. Қайтадыңыз? Рөлім тұтынушы, форма ертегі. Ертеде бір ақылды бала болыпты. Бір күні ол ғажайып дүкенге кіріп кетеді. Ол дүкенде сиқырлы таяқша таңдайды. Бірақ үйіне келгенде оның сиқыры бітіп қалғанын көреді. Ол қорықпай қайтадан дүкенге барады. Менің таяқшам сынып қалды деп, жаңасын алуға құқығым бар деп сатушыға айтады. Сатушы баланың заңды білетін көріп, ойыншықты жаңасына ауыстырып береді. Жақсы. Еркежан. Менің рөлім мектеп оқушысы, аудитория оқушылар мен мектеп қонақтары, форма монолог, тақырып міндет құқық. Біздің таңдауымыз. Қымбатты достар мен қонақтар, көбінесе біз өз құқықтарымыз туралы айтқанды жақсы көреміз. Білім алуға, демалуға, өз пікірімізді еркін айтуға құқылымыз. Бұл біздің еркіндігімізді білдіреді. Алайда құқық пен міндет бір монетаның екі беті іспеттес. Алайда құқық пен міндет бір монетаның екі беті іспеттес. Өте жақсы. Енді Ибрахим ғана қалды ғой, мен бізде? Рөл оқырман, аудитория оқушылар, форма әңгіме. Мен кітапханада оқырманмын. Мен кітапханада құқығым мен міндеттерім бар. Менің міндетім кітапханада тыныштық сақтау. Ал құқығыма келсем болса, кез келген кітап оқуға болады. Жарайды, жақсы. Келесі, Азиза. Менің рөлім оқушы, форма ұстаз бен оқушының арасындағы диалог. Сәлеметсіз бе, ұстаз? Менің сізге бір сұрағым бар. Оқушының негізгі міндеті мен құқығы қандай? Өте жақсы сұрақ. Оқушының басты міндеті білім алу, мектеп ережесін сақтау, ұстаздарды және сыныптастарын құрметтеу. Ал құқықтары ше? Оқушының сапалы білім алуға, өз ойын еркін айтуға, қауіпсіз ортада оқуға және әділ бағалануға құқығы бар. Яғни мен өз құқығымды пайдалана отырып, міндеттерімді де орындауым керек пе? Дұрыс айтасың. Құқық пен міндет әрдайым бірге жүреді. Міндетін орындаған оқушы өз құқығын толық пайдалана алады. Жақсы, өте жақсы. Отыра қойыңдар.
Жарайсыңдар балалар, біз сендермен бүгінгі сабағымызда бірталай нәрсені аштық, иә? Тек қана сатушы мен тұтынушының ғана құқығын емес, сонымен қатар біз отбасымызда баланың құқығын, мектепте оқушының құқығын, көшеде жаяу жүргіншінің құқығын, және де театрда көрермен құқығы мен міндетін де ашып айттық, иә? Енді келесі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, балалар, бүгінгі сабақтан ойлаймын сендер көп мәлімет алдыңдар. Өздерінің өмірлерінде қолдануға біршама ақпарат алыңдар деп ойлаймын, иә? Енді сендер де қазір мынадай тапсырма орындаймыз, балалар. Бір сөйлем әдісі деп айтылады бұл тапсырма. Бұл жерде не істейсіңдер? Біз алдыңғы мақсат қойған кезде бізде мақсатта болды, иә, үстеуді қолдану. Жаңа өздерінің жазған жазылым тапсырмаларында үстеуді қолданғандарыңды байқадым. Енді бір сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындылап, не ой түйдік? Сол жерге бір үстеуді қолданып, бір сөйлем жазатын боламыз. Иә, кім бірінші? Сабыр, келе ғой. Сақтап не деп болғандар, иә? Жақсы. Қандай қате бар, балалар? Қай сөздер? Меңгердім. Меңгердім. Жақсы. Келесі. Ибрахим. Ал енді үстеуін қайсысы? Үстеу нағыз. Нағыз тұтынушының рөлін. Шынымен де сомдадық, иә, бағана сабақта. Жақсы, келесі, тез. Ал Нұрай, қандай сөйлем сенікі? Біз құқық пен міндетті нағыз нақты түсіндік. Қалай түсіндік, иә? Жазады. Нақты түсіндік. Тез жазып қой. Бізде үстеу нақты. Жақсы. Келесі, екінші топ. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз нені білдік екен? Осы сөйлемдеріне сендердің қаншалықты сабақты меңгергендеріңді, түсінгендеріңді біліп отырмыз, иә? Ал енді балалар, сабағымызды қорытындыладық, бір сөйлем әдісі арқылы енді бүгінгі сабаққа кері байланысымызды беріп, өздерінің сабақ басында берілген бағалау парақтарына сабақ бойында орындаған тапсырмаларым бойынша балдарымды қойып шығыңдар, иә? Қазір мен сендерге сілтемені жіберемін. Сол сілтеме арқылы кері байланыс беріп жіберсеңдер, иә? Телефондарымды ала қойыңдар қолдарына. Сілтеме жібердім. Сілтемені ашып, бүгінгі сабақта сөйлемді толықтыр әдісі арқылы өзіміздің кері байланысымызды берейік, иә? Яғни, мені түсіндім, мүмкін біреу бір нәрсені түсініп қайтты, біреуін бір нәрсені үйреніп қайттыңдар, біреу мүмкін жаңа ақпарат алдыңдар, иә? Не болмаса бір шешім қабылдадыңдар. Мүмкін біреуін қиналған шығарсыңдар сабақ барысында, тапсырма орындау барысында. Осыған байланысты өз кері байланыстарыңды берсеңдер. Я кері байланысымызды бердік, е, балалар? Толықтырып беріп жатырмыз. Енді жақсы, жарайсыңдар. Кері байланыстарың үшін рахмет айтамын. Енді біз сабағымызды аяқтаймыз. Жаңағы бағалау парақтарыңды маған өткізіп, және де сендер жаңа сабақтың басында зат сатып алған болатынсыңдар, иә? Сол затты сендер бекер алған жоқсыңдар. Бұл заттың қаптамасын міндетті түрде қарайсыңдар. Қаптамасындағы жазылған жазулар бойынша бұл затты зерттеп келесіңдер. Қандай заттар тауардың құрамында не нәрсе бар? Адам ағзасына пайдалы нәрселер бар ма? Сертификатталған ба бұл тауар? Қолдануға қолайлы ма, немесе пайдалы ма? Осы туралы ақпаратты толықтырып жазып келеміз келесі сабаққа, иә? Міндетті түрде қаптаманы тастай салмаймыз, балалар. Сол қаптамадағы ақпаратты тауып келеміз. Сабаққа қатыстырғандарыңа үлкен рахмет. Енді маған бағалау парақтарымды бере қойыңдар. Бүгін сабақта өте жақсы белсенді қатыстыңдар. Барлықтарында өз ойларыңды, өз сөйлемдеріңді құрап айтып жаттыңдар. Жарайсыңдар дегім келеді сендерге. Аты жөндеріңді жазуды ұмытпаңдар. Бағалау парағына осы бойынша мен білім классқа бағаларымды толықтырып қоямын.
Содан кейін кешбек ретінде сауда орталықтарында білесіңдер, егер де біз онлайн сауда жасайтын болсақ, кешбек беріледі. Сол бүгінгі сабаққа қосымша тапсырма орындап келген Айғаным мен Іңкарға, Азиза мен Дилназға кешбек беріледі, және де балымыз толық болмай жатсақ, жаңа сөйлем құрастырдық, тақтаға шығып. Бір сөйлем әдісі бойынша жазған сөйлемдердің бойынша бір балдан қосып беретін боламын. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Барлықтарыңа рахмет.